Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі дастарханыңыздың сәнін алатын, дәмі де ерекше хворостардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқа және 2 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Шым-шым тұз, қант, барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксер қажет емес бұл жолы. Одан соң осындай краситель қостым, розовый түсінен қалауыңызша әртүрлі түс қолдана берсеңіз болады. Міндетті түрде жақсылап араластырып алыңыз. Одан соң ғана ұныңызды қосасыз. Барлығын қолыңызбен араластырып, осындай бір келкі қамыр жасайтын боламыз. Енді осыны алып, жарты сағат көлеміне пакетке салып тынықтырып қоямыз. Одан соң мен уже екінші тестіме кірісіп кеттім. Бұл жолы тура солай, тек бояу қоспайтын боламыз. Сары түсімен қала береді. Енді қамырымыз тынығып болғаннан соң осылай ұн жайып асты үстіне сәл қамырымыз андай липкий дейді ғой, сондай болып шығады. Қолыңызға жабысқақ, ол ештеңе етпейді. Ұн сеуіп жіберсеңіз, ұнды бірақ көп сеппеңіздер. Одан соң осылай барлығын жайып алып, осылай видеодағыдай кесіп шығамыз да, вилканың көмегімен орап, қызып тұрған майға, неке қараңыздар, шетін осылай біріктіріп ұстаңыз міндетті түрде. Қызып тұрған майға осылай қуырып аламыз. 10-15 минут көлемінде, кейде даже одан да тез болады. Отыңыз асты жақсы ашық тұрса, осылай орап отырасыз. Ашылып кетіп жатады, бірақ ол ештеңе етпейді. Бастысы уақытында осылай айналдырып отырсаңыз, гүл тәрізді өте әдемі, тез хворостар дайын болады. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Мынау менде уже екінші тестім. Тура солай жасайсыз. Астыңнан илегенде қылып илеп алып, видеодағыдай кесіп турап шығасыз. Одан соң жаңағыдай вилканың көмегімен орап пісіріп аламыз. Енді бетінен әсемдейтін боламыз. Хворостарымыздың ол үшін бізге мед және қант қажет болады. Екеуін жақсылап баяу отта араластырып алып, осындай сироп жасайтын боламыз. Одан соң барлық хворостарымызды осылай бірінші сиропымызға батырып, одан соң осындай мак алдым мен. Макқа батырамыз. Сол кезде бетін қараңыздар, өте әдемі осындай керемет хворостар шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға қойғанда өте әдемі шығады. Бастысы дәмі өте ерекше. Менің жасаған хворостым ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.